Кеш жарық, қадірлі достар, қымбатты қонақтар, алғаш рет ұйымдастырылып отырған Наурыз ұлттық байқауына қош келдіңіздер. Наурыз, өздеріңіз білесіздер, жаңару мен гүлденудің, өсу мен өркендеудің символы. Сондықтан бұл ұлттық бәйге біздің отандық телесериалдардың өсіп өркендеуіне үлкен септеседі деп үміттенеміз. Жалпы елімізде соңғы жылдары креативті индустрия, телесериалдар қарқынды дамып келеді. Мемлекет басшысы да бұған екпін бере айтқаны белгілі. Қазір бізде сан да, сапа да артып келеді. Біз қаражат жағында қазір көбейтуді қарастырып отырмыз. Жалпы отандық сериалдар сыртқы және ішкі нарықта үлкен сұранысқа ие болып отыр. Бұрын үндінің келініне телміретін көрермен қазір өзіміздің Келінжан мен Аппақ келінді қарайды. Сондықтан жалпы көптеген әртістеріміз, режиссерларымыз шетелдерде өздерінің өнерлерін паш етіп жүр. Сонымен қатар бізде миллиондаған қаралым жинаған телесериалдарымыз бар. Бұл байқауды жылда өткізуді, дәстүрге айналдыруды жоспарлап отырмыз. Наурыз деп атауымыздың себебі, бір жағы біз жыл сайын наурызда өткен жылдан қорытындысын шығарып отырамыз. Сонымен қатар жаңа айтып кеттік, мына телесериалдарға бөлек байқау жариялап отырмыз. Ал енді Тұмар байқауына біз анимациялық өнімдерді және деректі фильмдерді арнайы енгізетін боламыз. Сондықтан біз деректі фильмдер мен анимацияға да ерекше көңіл бөлеміз. Ал енді осында жаңа айтып кеттік, қаншама біздің мына перекрестіктен басталған бағана айтып кеттіңіздер, жолымыз қазір үлкен арнаға айналды. Қазір біздің телесериалдарымыз үлкен индустрияға айналып келе жатыр. Соған атсалысқан баршаңызға үлкен ризашылық білдіремін. Енді рұқсатпен. Иә, ал енді конвертті ашып, жеңімпазды хабарласаңыз. Кім деп ойлайсыздар? Міржақып Оян Қазақ. Міржақып Оян Қазақ. Ұлттық арна. Жалпы бізде телесериалдарды көбінесе ауылда апалар, әжелер көреді деген түсінік қалыптасқан, бірақ Міржақыпты біздің ұлт болып көргенімізді баршамыз білеміз. Сондықтан жалпы біздің телесериалдардың дамуында да бір белес болды деп ойлаймын. Оған атсалысқан барлық шығармашылық топқа үлкен ризашылық білдіремін. Рахмет. Қайырлы кеш. Бүгінгі керемет шара құтты болсын, Наурыз құтты болсын, ораза қабыл болсын. Негізі үздік деген жобаларда көбінесе Оскарда болса да продюсер сөйлейді. Сондықтан рұқсат болса, продюсерге сөз берсем. Ой, керемет. Көп рахмет. Өзі қазақтың Оскары деп осы сайыс басталғалы бізді Фейсбукта да белгілеп, бүкіл жерде жазып, жаңа бізге жіберіп қатысыңыздар, қазақша Оскар екен дегеннен бастап қобал жей бастадық. Осы бізде осындай жеңісті айтсақ, біз ұлт туралы айтып, ұлы сөздер айтып, аттандап кетеміз ғой енді кішкене. Ал Оскарда мама сәлем, папа рахмет деп жатады. Ендеше, мінеке енді Оскарға лайық дүние ғой, достар. Ендеше, шағын эксперимент. Оскарға қай жеріңіз елестетіп көріңіз. Мына жер болашақта Оскар сияқты. Мына жерде бүкіл Голливудтың жұлдыздары отыр. Ар жақта қызыл нәски бар, Брэд Питт отыр мысалы. Иә. Бүкіл Голливудтың жұлдыздары, бүкіл әлем қарап отыр. Мінеке Оскар алдыңыз, қазақтың тарих жайлы сериал түсіріп, Оскар алдыңыз. Елестетіп көріңіз, сол кездегі эмоция қандай болар? Мен бақыттымын, біз керемет бақыттымыз. 3-ші жыл үздік тарихи сериал алып тұрмыз. Мен ойлаймын, біздің арманымыз орындалып жатыр. Және де мама, папа рахмет, ата енеме рахмет. Менің балаларымды қарап, Мұраттан қалмай, иығымды теңестіріп жұмыс істеп жүргеніме өзіме ризамын. Тамаша, құтты болсын. Әйтеуір қазақтың келіні ата енесін ұмытпайды, байқадыңыздар ғой. Қошеметтеріңіз достар, бәрекелді. Жоқ, етімізді жіберіп отқан сол кісілер ғой. Қалай онда? Күшті, рахмет, құтты болсын.